қалай осы Майнкрафттан мынаны жасайды. Бүгін мен сіздерге осы Майнкрафттардың бәріне обзор жасап, соның бәрін сіздерге беретін боламын. Ал ол модтардың бәрін менің Telegram арнамнан ала аласыздар. Оны описанияға, комментарийға, экранға да шығарамын. Сіздерге бүгін қалай обычный Майнкрафттан осындай әдемі Майнкрафт жасауға разбор жасайтын боламын. Қараңыздар, менде қандай әдемі. Смотрите, что за монстр. Менде негізі стабильно 60 FPS, немен осы модтармен без запись, ал записпен көріп тұрсаңыздар, мені қанша FPS. Менде жаман қатып отыр, сондықтан кішкене түсіністікпен қарайсыздар. Ойбай, ема 5 FPS-ға түсіп кетті жаңа ғана. Ема, мен сіздерге андай жайлап көрсетуге тырысам. Менде шынымды айтайын, записсіз менде достар примерно 60 FPS. Сол шүкір негізі 60 FPS. Ал дымсыз модсыз менде 20 сондай. Так, ё-май, менде жаман қатып тұрсам, мен астыға түсейін. Хоппа, ё-май. Қазір түн достар, уже таңғы қойық. Қазір қатып отыр. Ой, мен не оператормызбын. Так, достар, мен күнге қойдым, аңғарыңызы. Ема, менде ақпашы қату кішкене қойды, қараңызыш. Ема, қандай әдемі, ема. Бірақ мен сынып отырмын, мен осыны ойнайтша, мен күнге қатты. Так, менде дейтін қараңыздар. Ойбай, жаман қоқыттым. Так, мен сіздерге ема, жаман қатып отыр. Лучше бейт түсе қойайын. Ема, жаман қатып отыр менде. Ақпаш, сіздерге мен бірінші көрсетегім келетін мод бұл дейтін Action and Stuff. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл менде анимация. Міне мұндай анимация қараңыздар, қазір сіздерге көрсетемін. Так, мысалға міне қараңыздар. Ойбай, қатып отыр. Міне жүрем. Міне қараңыздар. Бұл негізі тек Action and Stuff қосып. Ой, ема! Мен құлап кетіп қалдым ғой. Action and Stuff'тың өзін қосқанда ол өзі қатпайды негізі. Ал бұлай қасына модтар қостым мен жай дейтін. Так, мына Action and Stuff бұл тек қана маған емес, көптеген нелерге анимация қосады, жануарларға, анау мынау. Сосын қараңыздар, қолмен зат ұстағанға анимация қосады. Мына қараң. Мысалы, хоппа, ё-май, хоппа. Мына өздеріңіз көріп тұрғандай, маған тағы бір подписчигім сұраған осы модты күтіп отқан бар, енді ол дейтін. Негізі осы модты сухой табуға болады, бірақ бұл модтың қасына қосу керек модтарды білмейді шығар. Мына қараңыздар, оның қасына қосатын модтар осындай, негізі сонда әдемі болады. Ол бір тиктоктағы видеолар сондан көрген болар. Ал енді екінші модқа келетін болсақ, біздің қолымызды қараңыздар, қандай әдемі. Қарам, бүйтсем, қарам. Күшті емес пе? Енді осындай модты View Model деп аталады. Осы мод, бүйтетін қолымызды дәу қылып, алысқа сосын осындай анимацияларға кішкене не қосатын. Сосын зачарованияға кішкене не істеуге не береді. Осындай Все, осындай мод View Model дейтін қолға. Әппесе обычный қол дейтін кішкене некрасивый көрінеді, өйткені дейтін бір түрлі болып көрінеді. Сосын бізде үшінші мод осындай шляпа, қараңыздар, зор емес па, осындай әдемі болып тұрады шляпамен. Обычныйлар болса, осындай жаман болып тұрады, ал бұндай шляпамен вообще прям класс қой. Ема, кішкене алысқа барайық. Мен бір сүнгенім, бір заттар қарамаса, шаңқа ашылмай ма, ема, неске тұрып алсақ. Бізде дейтін тағы бір мод, біздің қолымызды аттатем. Өздеріңіз көріп тұрғанда, қараңыздар қалай қозғалып тұрған. Әні, қараңыздар ойнап жатыр ол. Мен сіздерге қазір дейтін өзінің не киіп көрсетейін. Қараңыздар, элитра, сондай бір пәлер киіп көрсетейін. Сонда поймете қандай мод екен бұл қолымдағы бұл. Зато сіздің скиніңіз тұрады бұнда дейтін даже. Оның скинін өзім құрап көрсетем. Мені қараңыздар. Қараңыздар, сұт жазамын. Әні, всем привет дейді, көрінер ма? Осындай мод қолымдағы. Все, енді осы модты айтып болдым. Мені секіргенде хоп дейді. Бұл понятно уже дейтін. Осындай мод енді қолымызға.
Енді бізге тағы бір модтарды айтатын болсам, енді мен қандай модды айтайын? Енді мен мына текстур модды айтайын. Бұл текстур дейтін анау, короче, моджанктың дейтін не текстурасы, короче, түсінген бойынша аты бары бонус деп аталады, короче. Бұл дейтін, короче, анау не атады? Рекламаларда, сондаларда болады, короче. Актион инстафтың несінде рекламаларында да болады, даже прям сол рекламадағыдай текстур ғой, короче. Сондай мод, оны да салып қоямын телеграм арнама. Достар, қойшы барлық модты телеграм арнамына скачать етуге болады. Сосын бізге тағы да модты айтатын болсам, бұл жоғарыдағы бұлттар. Бұлттарды қараңыздаршы, қандай әдемі. Осындай бұлттар дейтін бүйтіп кубик болып тұрады, бұлар дейтін көп FPS алады деп ойламаймын енді, білмеймін енді. Мен FPS алып тұрғаны бұл шейдер мен текстур сияқты, походу, не барлық модтарды осыған болса қатып тұрған болдым енді күтті. Ал несіз, записі сіздерді шын айтайын, вообще қатпайтын болады. Қайықты ойнайсыздар. Менде дейтін тағы дейтін мод, бұл дейтін. Так, қандай мод еді? Достар, осыдан кейін менде запись білмеймін кетіп қалған болатын, содан менде видео шықпай қалған болатын. Сондықтан мен сіздерге соңғы кадрым жіберем. Ал модтардың бәрін сіздер мен телеграм арнамнан жаңа айтқандай скачать ете аласыздар. Оның описаниеға экранға шығарған болатын, уже экранға комментария қалдырамын. Ал давайте бір кадр қарап, содан кейін давайте учить. The way you shock me, the way you move it.